Достар, дәл қазір біз Измир қаласындағы Измир Катып-Челеби университетінің ректоратының алдында тұрмыз. Осы университетке обзор жасалады. Бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Jay жүресіз ба? Кітапханалары бар екен деп па? Кітапханасыз универ бар ма еді? Студенттерге байланысты бүкіл құжаттар, одан кейін банаға қабылдау бөлімдерінің барлығы осында орналасқан. Одан бөлек профессорлардың да кабинеттері осы жерде болады. Факультеттің ішіне кірген кезде оң жақта осындай бір кабинет бар. Бұл жерде студенттерге керекті барлық нәрсе табуға болады. Яғни канцелярский товардан бөлек ксерокопия, распечатка деген секілді барлық студентке жағдай жасалған. Дәптер, ручка, блокнот, карандаш, өшіргіш, фломастер, түрлі түсті қағаздар деген секілді бүкіл зат қолжетімді бағада сатылуда. Сосын барып мына жерде кабинеттің жоғары жағын көрдіңіздер ме? Құран кітабы жоғары жаққа қойып қойған. Одан кейін бұл жердегі егерде сізге керекті зат интернетте болмаса почтаңызда болса, сіз осы жердегі интернетті қолдана отырып компьютерден распечатка жасай аласыз.
это медицина, здравоохранение факультеті. Жаңадан соғылған инженерия факультеті. Қазір біз инженерия факультетінің алдында тұрмыз. Жаңадан соғылған здание екен. Ішіне кіріп, қандай сыныптар және қандай профессорлар бар екенін қарап шығамыз. Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Mehmet Çevik. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürüyüm. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2010 yılında kurulmuş bir üniversitedir. İzmir'in ve Türkiye'nin en iyi, en gözde üniversitelerinden biridir. Özellikle mühendislik ve tıp alanında oldukça büyük başarılara sahip bir üniversitemizdir. Kazakistan'dan üniversitemize gelen öğrencilerin sayısı özellikle geçen sene çok artmıştır. Bunun sebebi öğrencilerimizin üniversitemize gösterdiği ilgi ve üniversitemizin başarısıdır. Sizleri de üniversitemizde görmekten memnun oluruz. Bütün Kazak kardeşlerimizi bekliyoruz. Hepinize başarılar dilerim. Benim studentim geliyor. Bir biday. Arpan şimdi. Arpanın içinde demiş. Bildirmişsin. Bildirme traversin. Evet. Yaxşı desin olsun. Ay yapacak mı? Yok mu? Merhaba arkadaşlar, bugün hava çok güzel. Nereye geldin sen? Bir yemekhaneye, biz de içinde öğle yemeğini yiyoruz. Hatırlat.
Достар, бұл студенттердің столовый. Бұл жерде карточкамен алатын болсаңыздар 5 лира, яғни 50 теңге бағасы. Ал карточкаңыз болмайтын болса 34 лираға аласыз. Оның ішінде первый, второй, салат, су, айран, немесе банаға нан деген секілді барлығы кіреді.